Ассаламағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Сіздер бұл каналдан менің ауылдағы тұрмыс тіршілігімді және де тағы да сол сияқты неше түрлі қызықты видеолар тамашалай аласыңыздар. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазылыңыздар және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге советский холодильниктің моторчигінің ішінен қанша мет шығатынын айтқым келіп отыр. Жалпы менде ауланың ішінде бір емес 3 советский холодильник жатты. Біреуінің моторчигі болған жоқ, қалған екеуінің моторчигі бірдей болды. Жалпы холодильниктердің барлығын бүтіндей металломға алады. Біздерде жүк таситын көлік болмағаннан кейін холодильниктердің барлығын болгаркамен турап тастадым. Холодильниктердің моторчиктерін бөлек алдым. Бір моторчигін алып кестім. Жалпы холодильникті болгаркамен кескенімді, моторчигін кескенімді видеоға түсірген жоқпын, себебі ондай ой есте болған жоқ. В общем, холодильниктің моторчигін кесу үшін бір новый дискі құрттым. Ол дискіні 250 теңгеден сатып алдым. Бірақ көріп отырғаныңдай, ол моторчиктің ішінен мынандай нәрсе шықты. Мынандай нәрсе. Мынау тіпті мет пе, мет емес пе білмедім. Жалпы тексеріп көру керек. Сыртынан қарайтын болсаң, түсі мет. Яғни мыста. Сосын тағы мынандай нәрсе шықты. Жаңа моторчиктің ішінен. Сосын мынандай мет шықты. Жалпы менің ойымша да бұл жерде меттің салмағы таза. Меттің өзінің салмағы да. Мына меттің. Тіпті 200 граммға да жетпейді менің ойымша. Себебі мына тұрған темірлер қаңылтыр. Осының салмағы деп ойлаймын. Мынаны ауыр қылып тұрған. Біздер метті металломның барлығын тапсырып жібердік уже. Метті где-то 850 ма сондайдан алды. Енді мынау мына жердегі меттің салмағы 200 граммға жетпегеннен кейін уже в общем 200 теңгеде болмайды да. Яғни мен 50 теңге минусқа кіріп кеттім да, себебі болгарканың дискісін 250 теңгеден сатып алдым. Ал мына метті моторчиктің ішінен шығару үшін бір дискі кетті. Сондықтан да мен 50 теңге минусқа кіріп кеттім. Жаңа айтқандай менде бір емес 2 моторчик болды. Біреуін кестім. Ішінен мына метті алдым. Екіншісін кескен жоқпын. Себебі моторчиктің қалыңдығы где-то 5 мм немесе 7 мм де болу керек. Өте қалың. Бір моторчикті мен айналдырып кестім. Айналдырып кескенде где-то жарты сағат уақытым кетті. В общем, әуреленіп кестім моторчикті, бірақ ішінен тек қана осындай мет шықты. Сондықтан да менің ойымша, егерде сіздерде де советский холодильник болса, моторчигі болса, ішінен метін алам деп, моторчикті әуреленіп кесудің қажеті жоқ сияқты. Мен біреуін кестім, екіншісін металломға айдап жүрдім, себебі ішінде қанша мет бар екенін көрдім. Содан кейін көңілім түсіп кетті. В общем, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде сіздерге бұл видео ұнаған болса, бұл видеодан өздеріңізге бір пайдалы нәрсе ала алған болсаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше, хабарласқанша.